алғыс айту күні құтты болсын. Бұл мерекенің еліміз үшін орны ерекше. Қыстан, қақаған аязынан аман есен шығып, бір-біріне жыл бойы істеген жақсылықтары үшін алғыс білдіреді. Құрметті біздің Жамбыл жоғары медицина колледжінің студенттері, құрметті бүгін саналы ұрпақ студенттер клубының ұйымдастыруымен біздің колледждің болашақ ардагерлері десек болады. Бұл кісілер әлі еңбек етіп жүрген ұстаздарымыз бүгінгі алғыс айту күніне қадірлі қонақ болып қош келдіңіздер. Мұқанна, сөз кезегі өзіңізде. Колледжге мен оқу бітіріп, Алматы мединститут бітіріп, 85 жылы жолдама бойынша, ол кезде жолдама береді, мемлекет жұмысқа орналастырады, осы колледжге келгем. Мүмкін ол менің тағдырым болды деп өзім ойлаймын. Енді осы колледжде 30 жыл, 31 жыл биыл осы еңбек жұмыс істеп жатырмыз. Колледжде жұмыс істегенде мен өзім қанша бала, қанша студенттер өз білім алды, кейбір дәрігер жоқ, бас дәрігер болып жұмыс істеп жатыр, дәрігер болып жұмыс істеп жатыр, дәрігердің орынбасары жұмыс істеп жатыр, бас мейірбике, аға мейірбике, кейбір кездерде біз көп студенттермен жұмыс істеген кейбір кездер, жаман оқитын студенттер жас танимыз ғой, фамилиясын 20 жылдан кейін айтады, твоя фамилия, как вы помните дейді ғой, қалай мен не помню, бірақ мен қазір мына жерде жұмыс істеп жатырмын, мен реанимацияда жұмыс істеп жатырмын деп бізге қуанып айтады. И солар айтып көргенде сол кезде алғысын айтады. Жанат Мұқан, осы кезде біз колледжде білім алдық, қазір жұмыс істеп жатырмыз, бала шағамызды өсіріп жатырмыз деп сол кезде қуанып қаламыз. Ең оказывается, сол алғыс айтқаны біз қуанып қаламыз. Осындай шәкірттермен кездесу ұйымдастырып отырған мына жастарға Данияр кешіңіз Ерболатұлына рахмет, Ләззат Қасеналиевнаға рахмет, өзі хабарласып, кей аласыз ба деп сұрап жатқан. Мінекей балалар, барлық уақытта өзіміздің ұстаздарымызды, осы тәлім тәрбие берген, дәріс берген, сіздерге өмір сүрудің жолын нұсқаған, бәрін көрсеткен, үйреткен адамдарымызды ешқашан ұмытпауымыз керек. Берген тәлім тәрбиелерін, барлық берген дәрістерді, осы пән бойынша берген барлық өздеріңіздің білімдеріңізді үнемі толықтырып, мұғалімдердің берген тапсырмаларын бәрін бұлжытпай уақытында орындап, ары қарай да басқа да кітаптарды көбірек оқып, жаңағы өздеріңіздің білімдеріңізді үнемі толықтырып, тәрбиелеп отырыңыздар. Мінекей бүгін барлықтарыңызға рахмет. Осы өзіміздің әріптестеріме, ұжымдағы. Сіздерге де рахмет біздің колледжімізді таңдағандарыңыз үшін. Барлықтарыңызға алғыс айтамын. Рахмет. Сізге де рахмет, Салтан Садонова. Бүгін өзі алғыс айту күні тарихы сонау британ халықтарынан шыққан. Олар британ халықтары, балалар білесіңдер, мектептерде оқытында Америка жаңа жер деген, осы Американы алғашқы барған кезде, олар осы егін егіп, сол жерге жаңағы орныққаннан кейін Алла тағалама рахмет айтқан Thanksgiving Day деген мереке бар. Міне сол мерекені британдықтар, америкалықтар тойлайтын осы уақытқа дейін. Біз оны оқитынбыз тарихта. Міне енді жалпы біздің қазақта да бар алғыс айту күні. Ол біз наурыз айының 22 наурыздың алдында жаңағы алғыс айту күні бар. Оны да тойлаймыз біз өзіміздің кәсіби жаңағы халықтық мереке ретінде, дәстүрлі мереке ретінде. Әкемнің үлкен тілегі маған сол еді. Балам жай мұғалім емес, әшейін қатардағы мұғалім болма, жақсы мұғалім болу керек деп айтатын. Баланыңға адал білім беру керек деп айтатын, таза білім беру керек деп. Сол әкемнің сөзі құлағымда мәңгіге қалды. Сол кісінің айтқан сөзін орындауға тырыстым. Аллаға мың шүкір. Келесі сөз кезеген Жәмиле Болатханова өзіңізге берсек. Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, құрметті Жәмиле Нұрғалиевна, біріншіден мен Аллаға шүкір деймін. Осындай бізге күнді туғызып, бүгін сіздермен осындай әдемі мынау телестудияда кездесу өтіп отыр. Екіншіден әрине
ата-анама рахмет, маған осындай жарық дүниеме сыйлаған. Енді үшіншіден барлықтарыңызға рахмет, осындай коллективке, осындай ортаға түсіп, адамның даму барысында, өсу сатысында ортаның ықпалы мықты болады. Осындай мықты ортаға түсіп, мықты педагогтармен жұмыс істеп, Самиға Қаныловна, Жанатбек Мұханова отыр менің жанымда, ол кісі менің ұстазым деп айта аламын. Салтанат Садуановна, біздің енді жаңа алдындағы әріптестер айтып жатыр, өте тамаша біздің колледж. Бүгінгі таңда айтып кеттім ғой, жаңа әртүрлі құлаға тұстармен жұмыс істедік. Бүгінгі таңда мінекей жаңа қарсаңына да айтты ғой, жаңалықтың жаршысы деп айтуға болады. Жаңалыққа жаны жақын мінекей басшымыз Жәмила Нұрғалиевна. Мен жұмыс істеп, ол кісінің жақсы идеяларының әкімшілік мүшелері, 2 орынбасары бар. Аллаға шүкір, Ләззат Тұрар, Нақталай Құлесіна, одан кейін Ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбай тұғын адамның алтындығы деп ақын Ғафу Қайырбеков жырлағандай, сөзі маржан, үні ән ұстаздардың бар болғандай мақтаныш етеміз. Құрметті студия қонақтары, телестудиямыздың дәстүрі бойынша келген қонақтардан қонақ кәде сұрағымыз келіп отыр. Не проходит бесследно и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Рахмет, құрметті отырып, бүгін алғыс айту күнінде сіздерге өзіміздің кішігірім сыйлығымыз бар, қабылдаңыздар. Маралтай ағамыздың өлеңдер жинағынан және ағылшын тілінен аударған кезде Мерси алғыс білдіру ғой. Жанна Мұхамедовна, біз ешқысақызда енді келе береміз ғой? Әңгіме көп. Шай ішеміз. Қарсаңын әлемде батаңызды береміз. Онда енді біз шашуды шашадық. Оны аяқпен. Бүгінгі енді мынау алғыс айту күніне тұспа-тұс келіп тұр. Бұл біздің медициналық колледжіміздің ішінде әлеуметтік дүкеннің ашылуы. Бұл енді негізгі мақсатымыз қазір жалпы қоғамда әлеуметтік жағдайы төмен, көп балалы отбасылар өте көп. Оларға бір кішкене болса да қайырымдылық қол ұшын берейік деген мақсатта ашылып отыр. Тек осындай қайырымдылық істеріміз көп бола берсін. Халықтың игілігіне еңбек ете берейік. Бүгінгі алғыс айту күні барлықтарыңызды пайдалана отырып, барлықтарыңызға үлкен алғыс. Бүгін керемет біздің ардагерлерімізбен кездесу болып жатыр. Тәжірибелі ұстаздарымызбен студенттер бүгін көп нәрсе бұл мұғалімдерімізден алды деп ойлаймын. Өздерінің бойларына жақсы бұл кісілердің үлгі өнегелі болатындай жақсы жақтарын қабылдады. Тағы да үлкен рахмет. Осындай жақсылықта, қуанышта бас қоса берейік.